Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы менің демалыс күнім. Мой выходной день. Сабақтың мақсаты өзінің демалыс күнінде кіммен және қайда баратынын айта алады. Сұраулы сөйлемдер құрап, соған қарапайым сөздерді қолданып жауап береді. Жаңа сұраулы сөздермен танысады. Жаңа сөздер: кіммен, с кем, қайда, куда, хайуанаттар бағы, зоопарк. Запишите себе эти слова. Оқулықта 106-шы бетте тыңдалым, оқылым. Послушайте, вместе со мной прочитайте текст. Ертең жексенбі. Мен отбасыммен аквапаркке барамын. Онда суда шомыламын. Саша досымен хайуанаттар бағына барады. Хайуанаттар бағында маймыл, бұғы, қолтырауын, керік, піл және арыстан бар. Тыңдалым, оқылым. Послушайте и прочитайте. Анель, хайуанат бағына барасың ба? Иә, мен хайуанат бағына барамын. Сен барасың ба? Иә, барамын. Әлібек, сен хайуанат бағына кіммен барасың? Анель, мен хайуанат бағына досыммен барамын. Оқулықта 107-ші беттегі бірінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Посмотрите на картинки и ответьте на вопрос. Кіммен барасың? С кем пойдешь? Атаммен барамын. Әжеммен барамын. Анаммен барамын. Досыммен барамын. Әкеммен барамын. Қайда барасың? Куда пойдешь? Саябаққа барамын. Дүкенге барамын. Мектепке барамын. Ауылға барамын. Аквапаркке барамын. Оқулықта 108-ші беттегі екінші тапсырма. Суреттердің орнына қажет сөздерді қойып айт. Мен анаммен дүкенге барамын. Мен әкеммен аквапаркке барамын. Мен ата-әжеммен хайуанаттар бағына барамын. Балалар, менімен бірге жұмыс жасағандарыңа көп рахмет. Сендерге сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.